азап тұрмақ қасіретті сезіндік. Өз басым ақталғанға қарсымын, ақталуға тіпті бармаймын да. Шын оқиғаны әлі көрсетпейді, бірақ уақыт жағын келе жатыр. Желтоқсан желі ызғарлы. Менің аты жөнім Бердалиев Мұрат Әзімханұлы. 1986 жылға желтоқсан оқиғасына қатысушымын. Өз басым 16 желтоқсан күні сағат 2-ден аса алаңға естіп бардық. Өте суық болды. Жұбыны киінгенбіз бәрі бейбіт шеру болып жатты. Өлең айтып, әзілдесіп, ойнап күліп, тәртіп сақшылары да тұрды, бірақ олар ешқандай араласқан жоқ. 7-ден ары қарай қақтығыстар басталған. 18 желтоқсан күні қайтадан бардым. 3 бала кезек-кезек мінберге шықтық. Соның біреуі менмін. Біз жаңағы қазақ балаларын алаңға қайта баруға үгіттедік. Бірақ бұл жол біз кіре алмадық алаңға. Өйткені алаң 3 кордоннан қоршалған. Дегенмен оны да бұзып кіргендер болған. Азап тұрмақ қасіретті сезіндік. Денемізде сондай рух болды, ішіміз қанжылап қайттық. Өйткені дәрменсіз біз. Қанша балалар бер жағында жүрді, қазақ балалар. Бірақ бәріміз дәрменсіз біз. Соған қанжылап, өзіміздің шектен шығып, сондай тапталғанымыз сезіндік. Өте ауыр халде боламын. Құлазып кетем, еске түседі, көзден жас шығады. Өте ауыр болады, өте ауыр. Айдуған ауыр. Жүз жуық арнайы тіркелгендер бар. Негізінен ақталмаған. Өз басым ақталғанға қарсымын. Ақталуға тіпті бармаймын да. Барған демеспін, бармайым да. Өйткені желтоқсанда алаңға бардым деп өзіме бір дәреже сұрағандай көрем, өзім солай есептеймін. 91 жылы жаздым, Араша деп. 91 жыл газетке жарияламады. 93 жылы қайтадан апарғанымда Ақжол газетінің қызметкерлері қуана қарсы алып, 15 желтоқсан күні Араша, яғни жұлдызды 4 минут деген мақалам жарық көрді. Сол мақала шыққаннан кейін Жамбыл облысы бойынша, Тараз қаласы бойынша алғашқы желтоқсаншылардың бірі болып шыға келді. Желтоқсанның ашылмаған тұстары бар, өйткені әлі бір жақта көрілімдер жүріп жатыр. Шын оқиғаны әлі көрсетпейді, бірақ уақыт жағын келе жатыр. Менің ойымша, осы 4-5 жылда нағыз көрсетілімдер болып, нағыз тарих алғашқы бағалар беріп бастайды. Сексен жетінші жылда дәл осы желтоқсан айында Куйбышев қаласына барам. Қайтқанша қазақ халқына деген сондай жылы сөздерді естідім. Әсіресе өзбек халқы, қырғыз халқы, татар, башқұрлар және Прибалтиканың 3 мемлекетінің студенттері қазақ халқын нағыз ер, өр, мықты халық деп есептейді. Бүгінге дейін солай. Өйткені ол заманда қылышынан қан тамып тұрған кеңес әскеріне жаңа қарусыз қарсы тұру оңай емес еді. Соны біздің қазақ жастарының пешенесіне жазды. Олар соны ойдағыдай іске асырды деп ойлаймын. Желтоқсан желі ызғарлы.